енді қаржыландыру жағы. Бұл өте маңызды, себебі қандай дәрі-дәрмек алуға болатынын, қандай зерттеулер тегін екенін анықтайды. 12-ші тармақ ажыратады. Динамикалық байқауға жататын аурулар екі тізбе бойынша бөлінеді. Бірінші тізбе – әлеуметтік маңызы бар аурулар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде. Бұл туберкулез, АИВ, онкология, психикалық бұзылулар және орфандық аурулар. Бұйрықтың бірінші қосымшасында толық тізім бар. Әлеуметтік мәні бар аурулардың тізбесі 108-ші бұйрықпен бекітілген. Бұл аурулар бойынша көмек мемлекеттік бюджет есебінен толығымен тегін. Екінші тізбе – басқа созылмалы аурулар ММС жүйесі шеңберінде. Мұнда сақтандыруы бар пациенттерге көмек көрсетіледі. Бұл артериялық гипертензия, қант диабеті, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, хобл, демікпе, инсульттан кейінгі жағдай және басқалары. Бұйрықтың екінші қосымшасында бұл аурулардың толық тізімі берілген. Бұл бойынша көмек ММС жарналары есебінен жүзеге асырылады. 5-ші тармақ өте маңызды нюанс. Динамикалық байқаудағы пациенттер амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету шеңберінде қысқартылып қамтамасыз етіледі. 75-ші бұйрыққа сәйкес дәрі-дәрмектер тегін немесе жеңілдікпен беріледі. Бұл пациент үшін үлкен қаржылық қолдау. Бірақ бұл құқық тек ресми түрде динамикалық байқауға тіркелгеннен кейін ғана пайда болады. Ал тіркеу сіздердің қолыңызда.